ана Мұқағали Мақатаев. Айналғанда аядай қала шықты, алдымыздан кішкентай ана шықты. Қырда отырған ауылға баратын жалғыз аяқ соқпақтан адасыпты. Бір қолында батпандай қуыршағы, бір қолында ойыншық құлыншағы, екі жансыз мүсінді мәпелейді, бір есек ұрысады. Қарадық та селт етпей жанарымыз. Алжығанға санадық ананы біз. Бораны ұлып, бетінен боздақ ұшқан, сулап жатыр далада жаралы күз. Лайық болмай отырған жан қалмады. Сонда да ана назарын аудармады. Сәбиден өзімен өзі болып, қуыршақ пен құлыншақ алдағаны. Сөзге тартпақ болып естімеді. Адам қалай оп-оңай ескіреді. Адамның ғұмырынан қысқа не бар? Күннен кесе болғаны кешкіреді. Жастар-ай, жамандық жоқ көңіліңізде. Мына отырған ана кім? Көрдіңіз бе? Бір күрсініп алды да отырған қарт ана өмірін баяндап берді бізге. Ана халын қарттан біз ұғындық кең. 23 жыл сарғайған құрымытпен, сәби ана сапардан ұлын көткен. Сұрапылдан сәби оралмапты, қуыршақ пен құлыншақ содан қапты. Қара жолды қаптай кеп тозаң жапты, қаралы күз қайтадан бурандатты. Ымырт ауыр салмақпен далаға енді, қап-қара жамылғысын ала келді. Ауылына жетті де сәби ана ойыншығын құшақтап қала берді.